Сәлем достар, Денис телесериалы бойынша шығарған видеоларда Мират туралы дайындауымды сұраған екенсіздер. Міне бүгін назарларыңызға Мираттың рөлін сомдаған актер Кутси жайында видео ұсынамын. Мират шынайы өмірде сериалдағыдай жарына адал ма? Өмірлік жолдасы кім? Актерлік өнерден басқа тағы қандай қыры бар? Видеоны соңына дейін көрсеңіз, осы сұрақтарға жауап табасыз. Ал егер каналға жазылмаған болсаңыз, онда қызыл батырманы бір шертіп, қоңырауды түртіп, лайк баса кетіңіз. Комментарий қалдыруды да ұмытпаңыз. Ал кеттік ендеше. Өнер әлеміне Кутси есімімен танылған түрік актерінің шын есімі Ахмет Кутси Карадоған. Ол 1973 жылы 16 наурызда Түркияның Малатия қаласында дүниеге келген. Ахмет Кутси Карадоған қазіргі уақытта ең сұранысқа ие және әйгілі түрік актерлерінің бірі. Бойына бір емес бірнеше талантты топтастырған актер бір қызығы өнер мен киноға қызығушылық танытпайтын қарапайым отбасында дүниеге келген. Оның ата-анасы балаларына тек қана жақсы қасиеттерді сіңіруге тырысатын ең қарабайыр адамдар болатын. Ал баланың дарынын ата-анасы емес, мектептегі мұғалімдер байқаған. Кутси керемет мінсіз дауысқа ие болды. Ән салуды тоқтатқаннан кейін де дауысы өте әдемі естілетін. Сондықтан мектептегі іс-шаралар мен шығармашылық кештерде үнемі жүргізуші болған болашақ жұлдыз өнер жолын таңдады. Түрік актері 2000 жылы өзінің алғашқы музыкалық альбомын шығарды. Ал 5 жылдан кейін екінші «Санане» атты альбомын көпшілікке ұсынды. Екінші музыкалық альбом рейтингтерде тез арада бірінші орынға шықты. Ал Кутси танымалдыққа ие болып, елдің сүйіспеншілігіне бөленді. Танымалдығының артқаны соншалық дүкенге кірсе де, жанкүйерлері қолтаңба сұрайтын дәрежеге жеткен. Бірақ Кутси тек музыкамен шектелгісі келмеді. Актерлік шеберлігін сынап көруге бел буды. Осылайша 2006 жылы Кутси өміріндегі алғашқы рөлін дәрігерлер сериалында сомдады. Алайда бұл жобадан кетіп қалды. Түрік актерінің даңқын аспандатқан сенсациялық Батырлар сериалы болды. Бірақ дәрігерлерден кетуді көрермендер нағыз сатқындық ретінде қабылдады. Түрік актері сондай тамаша орындаған доктор Левента бейнесі баршаның талғамынан шықты. Сондықтан 2010 жылы ол қайтадан дәрігерлер сериалының актерлік құрамына оралды. Кутсидің жеке өмірі сериалдағыдан кем түспейді. 2008 жылы Сенем Байрақ Тұтарға үйленді, ал 2009 жылы олардың ортақ қызы дүниеге келді. Бірақ ерлі-зайыптылардың қарым-қатынасы ұзаққа созылмады. Отбасылық мәселелер мен жанжалдың ушыққаны соншалық Кутси әйелінен жаңа құрбысы Фейза Чипке қашып кетті. Денис сериалында Алихан осылай жасады емес пе? Демек, оның тағдыры Миратқа емес, Алиханға ұқсайды екен. Ол кезде оның ресми әйелі екінші сәбиіне жүкті болатын. Осыған қарамастан ол отбасына қайтпады. Тек бірнеше айдан кейін қарым-қатынасты қалпына келтіруге және отбасына оралуға шешім қабылдады. Бірақ тым кеш болатын. Әйелі ажырасуға арыз беру арқылы Кутсидің сатқындығын ешқашан кешіре алмады. Түрік актерінің қазір басы бос, бұрынғы жұбайынан 2 қызы бар. Актерді елден ерекшелейтін тағы бір қасиеті жан-жануарларды қатты жақсы көреді. Әсіресе сайгүлік баптағанды, атқа мінгенді ұнатады. Мұны Instagram парақшасынан анық байқауға болады. Егер актердің өмірі мен шығармашылығы қызықтырса, описаниеге Instagram парақшасының сілтемесін қалдырам. Ал достар, бүгінгі видео осымен тәмам. Алдағы уақытта қай кейіпкер туралы білгіңіз келеді, комментарий қалдыра кетіңіз. Мен үшін әр қайсыңыздың пікірі маңызды. Сіздермен болған Әсем ТВ арнасының жүргізушісі Әсем Жұмалиева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Çiçek pazarından sana sarılan neler aldım. Çiçek pazarından